Бүгін біз өте дамды қытырлақ чипсы дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керек заттар: қалағанша картошка. Картошкамызды чуха етіп турап аламыз. Турап болғаннан кейін үстінен қасығымызға тұз салып, үстінен су құйып, отқа шамалы пісіріп аламыз. Картошкамызды пісіріп алған соң, кішкене мұздай су қойып суытып аламыз. Үстінен бір қасық кукурузная крахмал, паприка салып, ыстық қызып тұрған майымызға қуырып аламыз. Дәл осындай чипсиді сіздер де жасап көріңіздер. Осы чипсиді жасауды ұсынамын. Дүкеннен сатып алғанша осы чипсиді жасап көріңіздер. Лайк басып, тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Сіздермен болған Аяжан.